Assalamu алейкум, менің YouTube каналымның ағзалары. Сізлердің жақсы көрген контентіңіз Қарақалпақша базарлық, ямаса распаковка. Бір-екі базардан бері түсірмей қалдым, қолым тимей қалды. Енді жұмыстан отпускеге шықтым. Көбірек видеолар болады YouTubeға, Instagramға. Сізлер лайк басып, комментария жазып, бір қолап-қотлап отырсаңыз видеолар көп болады. Сонымен біздің Шомайда жақсы жаңалықтар көп. Ендігіден былай қала күн, онан кейін үшінші күннен базар қылсақ па екен деген планлар болып отырған жоғарыдағылардан. Енді әмелге асып кетсе, екі базар күн болады берсе. Ал сонымен сіздер тайым болсаңыз, видеоға көрместен бұрын бір лайк басың. Бұл Қарақалпақша контенттің еледе рауажлануына өз үлесіңіз қосқан боласыз, мені қолдап-қуатлаған боласыз. Тайым болсаңыз, базарлыға. Бүгін жаңағы әйел адам үйге затаса қона береді ғой. Яқшына бір шеттен көрсетіп кете берейін, бәрін көрсетемін. Үйге посуда алдым, үйге керек затлар алдым, содан кейін басқаша қойып тұрмын. Ал сонымен мына пакеттерден бастайық, қараң. Мынандай гүл бафлидан алдым. Мынау 16 мың сомық, класы 30 мың екен, сондай екен. Енді біреулердің ценасын білмей қалсам, енді өкпелеп ұрсып жүрмең. Онан кейін напраникті білесіз ғой. Формасы өзгерген, дәм өзгермеген. Біреулер ұзыншақ болған, біреулер домалақ, біреу жүрек әртүрлі. Дәм өзгермеген. Сонымен оның ценасын ұмытып қалдым. Көпшілігін білмесем, бақырып жүрмең. Мынау еріктің класы 9 мың сомнан, бірақ бұны язылап қалдым. Алманы білмедім, бұл бартерге істеген жерімнен үлкен ешек алма дейміз ғой біздерде. Білмедім сілерде не қылдайды. Қант алма дейтін ұқсайды біреулер. Онан кейін мына жерде банан. Онан кейінгісі бананның класы 22 мың деді, білмедім, анығын ұмытып қалдым. Онан кейін өзіміздің кешір, қызыл кешірі бар. Мен ана сары кешірден қарағанда қызыл кешір палауда сұлулау болып жүреді ғой, білесіз ғой. Соған онан кейін шимшилерге де жақсы қызыл кешіріне. Қызыл кешір тәуірлеу көре беремін. Қай-қайсының дәмі мазалы болса зор кете береді ғой. Мынау кешірнеки. Бұлан бартерге келген, бұның ценасын білмедім. Онан кейін мен мына бір бумагадан пайдаланамын, панда деген. Болат неше уақыттан бері пайдаланамын. Мияkkиді, еще және неғылдысы болады. Дым қымбат емес, дым арзан емес, екеуінің ортасында. Так, одан кейін мына сумканың ішінде нелер бар екен. Мынаның ішінде помидор, қияр, лимон бар екен. Бұлан бартерге істесетін ажапамыздан, Наргиз Ашпан білесіз ғой. Сөйтіп, енім гүрішке қарағанда ұсақ шірелеу болады, көжеге дей беретіне тәр базар әкел-әкелдік. Бұл меме ұмытып кете беремін. Үйде гүріш болғаннан кейін шездеміз. Бір қалта гүріш алдық қой, шездемізден. 5 мың уақытында. Енді содан неге пайдалана берсең палаудағы. Ой, бір кастрол күніне көже қайнатамыз ғой, соған гүрішке қарағанда ұсақ шірелеу болады дей жақпанда. Сөйтіп айтады енем соған. 5 мың екен, бір банка алып қатын. Бір банка емес, бір гыла. Сөйтіп үйде тауықтың дәні таусылып қойған жуеріміз. Соған бидай, мәкке жуері араласқаннан, банкысы 5 мың сомнан. Некені араласқаны. Бидай бар, жуері бар, мәкке бар. Бір әптеге жететін шығар енді, бірақ бар әйтеуір шүкір. 17 тауығымыз бар. Онан кейін со тауыққа мынау пітелеп кеткен бе үстілері. Мынау сеусең кетеді дейді пітелерінің барлығы. Сізге көріп тұрма? Осындай пітеге дәрі. Бұрын ақмай жағатын еқо шөжелер пітелеп кетсең. Енді мұнан сеуеді екенбіз. Енем шомылдыратыннан әкелді бет, шомылдыратын ойырды жоқ екен. Сонымен мынау 2 мың сомнан ұсы пашкісі. Бұны бұлайлау қояйын. Сөйтіп, SPF-ін таусылып қалды. Өзімше баянатығындай бөп. Біреу 3 мың, біреу 4 мың екен. 2 түрлі қалем алдым. Біреу 78 деген екен. 784 деген екен, біреуі 28 деген екен. Сөйтіп, ватный диск алдым. Жиғо. Ватный диск алдым, бұл нешісі ме? Білмеймін. Ондан кейін SPF-ін таусылып қабет, соған мынандай азырақ тон беріп тұратығын SPF алдым. 65 мың дейді бұл. Ондан кейінгі сумкеге өтеміз. Аладор баларды босаттық, біреуін босаттық. Так, мұнаның ішінде не бар екен? Мынандай су көчөңкі дейтін беді. Соның мынандай шоколадный варианты.
8.000 сомнан болар. Мынау кәдімгі бір сорпалық 5.000 сомлық екен. Я армес, я бермес қылып алдым ба, нағырақын екен 5.000 сомлық. Онан кейін мынау умывальниктің қасына қол жууға. Сөйтіп жазымен ең хит дәрежеге жететін продукция ғой бұл деген мінекей шыбын жабысқақ. Бірақ шыбын жабысқақ деген дым жұқарып кеткен енді. Har жайға біреуден деп. Әсіресе кухнямен отыратын жерге көп керек. 4-еуін алдым. Сөйтіп Севімлидің осындай колбасасы нағырақыма 30.000 болды маңғыран. Осы тұрсы 30.000 сом. Онан кейін мынау макарон қуыруға да сорпаға да мазалы ғой дәмі. Мынандайны ирек-ирек жұқа қыл, жіңішке қыл. Мынау 8.000 ба сондай еді бағасы. Ал сонымен тағы бір сетін босаттық. Енді мынаның ішінде не бар екен? Мынау картошка ғой. Картошка мынау майда емес, бірақ 4.000-ға түсіпті картошка. Мына картошка 4.000 сомлық. Бүгін пияз, анау-мынау алып едім, олар 4 күнге беріп жібердім. Бартерге білесіз ғой, ол бартерге алған болгарский бурыш, капуста, пияз, картошка дегенлерді беріп жібердім. Бірақ үйге де алдым картошка көбірек енді сорпаға да, не қыл дейді, қуырдақларға да көбірек керек болады ғой соған. Қалғанларын беріп жібердім, бірақ үйде бар болғаннан кейін картошканы алып қалдым тек. Сонымен осы күнде болғаны картошка. Сөйтіп үйге бір затлар алдым ал енді. Мына корзинканы баняға балалардың киімдерін жинап бір жуаман ғой. Соған алдым. Так. Саған. Корзинканың бағасын ұмытып қалдым бірақ. 45.000 беді сондай еді. Мынандай заманауи түйіркі шыққан. Мынан қараң, үсті беті мынандай түйіркі. Мына асты беті мынандай нержавейка қиын. Мынау 30.000 алдым. Ішінде бір бонты бар. Не шоперге де бола береді дейді, асты бет. Осындайды алдым, түйіркі. Маркапша, паркапша соғып тұрған кезде керек болады ғой. Мынаны болса, мынандай болып тұрады. Үстінде, қақпағының үстінде мынандай қатыратығыны бар. Не қылды жаңа, праник-мұраниклерді салып қоюға не? Бір сұлу болып тұрады, бір блогердің үйіндей болып тұрады. Енді блогерлердің дастарханда культурнилар болып тұрады. Бір жерлерді көріп едім, көзім қылып сөйтіп, мен де көзіме түсіп кетті, ала қояйыншы деп алдым. Осындай қақпағы бар. Мыналарды салып бір экзотичный қылып жаңағыдай мощный қылып отырамыз да. Сондай қылып отырамыз деп алдым енді. Акрил материал. Соңменен тағы бір нәрсе алдым енді. Ана корзинканы айттым. Пиаласос алдым. Үйге пайдалануға. Қашан еді аламан деп жүргенім. Бүгінгі дұрыс кепті. Осылайғы көрсеттім бе? Не ағымда екен осы көреді. Мінекей. Ойбай. Осындай уакеннен пилосос. Пилосослай тұғын 2 жайымның кілемі жақсау. Қалғалары орташа кілем. Оларды өзгертуім керек. Сонда да енді бәрібір шаңды тартады ғой. Кілемдерде шаң болмайды. Соң үшін бұны аламан деп жүргенім қашан еді. Бұны 1.350.000 алдым. Ал соңменен бүгінгі алған заттарым осындай болды менде. Ал базарға барғандар болды ма? Менің базарлығымды 0-ден шексіздікке дейін бақылап кетің ал. Сөйтіп, өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарияға жазып кетің. Не затлар арзан, не затлар қымбат. Не алдым, не алмадым. Комментарияға жазып кетің. Подписка баспаған болсаңыз, подписка басуды ұмытпаң. Құда қалесе, бұдан да зор видеолар елі алдында. Инстаграм аккаунтыма да подписка басып кетуді ұмытпаң. Құда қалесе, ол жақ бәтте зор видеолар болады. Ал соның менен ендігі Қарақалпақша базарлықта көріскенше сау саламат бол.